Күнделікті 15 минут аяғыңызды жоғары көтеріп жату адам ағзасына пайдалы. Бірақ сол 15 минут сіздің бойыңыздағы бірнеше дерттің өршуін сақтайды десек сенесіз бе? Баршаңызға сәлем. Мен бүгін күнделікті 15 минут аяқты жоғары көтеріп жатудың пайдасы жайында айтатын боламын. Егер де менің видеом сізге пайдалы болса, онда видеоны толықтай көруіңізді сұраймын. Қан айналымы дұрыс болмағаннан аяқта варикоз пайда болуы мүмкін. Сізде де келеңсіздік байқалса, бірден аяқты көтеріп жатыңыз. Жаттығумен аяқтағы тамырлардың кеңеюінің алдын алады. Ол үшін шалқаңыздан жатып, аяғыңызды жоғары көтеріп, яғни қабырғаға перпендикуляр тіреңіз. Сонда денеңіз жерде, ал аяқтарыңыз тікесінен тұруы керек. Денені осы қалыпта 15 минут ұстап тұрыңыз. Басқа ешбір қимылды қажет етпейді. Бойыңыздағы тепе-теңдікті сақтап, өзіңізді тыныш әрі жайлы сезініңіз. Жаттығуды 5 минуттан бастап күніне 2 минуттан қосу арқылы көбейтсеңіз болады. Мен сіздерге күнделікті аяқты жоғары көтеріп жатудың 4 пайдасына тоқтала кетемін. Аяқ ісінуін төмендетеді. Аяқ ісінуі көбінесе қан айналымының дұрыс болмауынан пайда болады. Кейде бүйрек, жүрек пен артық салмақтың салдарынан да ісініп кетуі мүмкін. Сол себептен ең алдымен аяқтың ісінуінің себебін анықтап алған жөн. Кейін оның еміне осы аяқты көтеріп жату жаттығуын да қоссаңыз болады. Екінші, аяқтың ауырғанын басады. Күні бойы тік тұрып жұмыс істейтін жандардың жатар уақытта аяқтары жиі ауырады. Олар да осы әдісті қолданып көрсе, тартылыс күші аяғындағы ауруды қалай басқанын байқамай қалады. 15 минуттық жаттығу аяқты жеңіл қалыпқа түсіреді. Үшінші, ас қорытуды дұрыстайды. Яғни, егер аяқ бастан жоғары тұрса, бұл сұйықтықтың ағзада жиналып қалуымен ғана күреспей, ағзаның жұмысына да әсер етеді. Ішектердің қозғалысын реттеп, астың қорытылуын жақсартады. Іш қату сынды мәселе де өз шешімін табады. Төртінші, жүйке жүйесін тыныштандырады. Жаттығу тыныс алуды да қалыпқа түсіреді. Дененің осылай тұрысы барынша көп ауа жұтуға көмектеседі. Мұның нәтижесі біз бір қалыпты тыныс ала бастаймыз. Бұл жүйке жүйесіне де тыныштық сыйлап, іш, мойын, бұлшықетке де түсетін күшті басады. Естеріңізде болсын, егер сіздің беліңізде жарақат болса, бұл жаттығуды жасамаған абзал. Достар, егер де менің сіздерге ұсынған видеом ұнаса, онда лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркеліңіздер.